Бүгін бізде араб тілінен 11-ші сабақ. Біз алдында уә деген сөздің мағынасын өткенбіз. Яғни мынау уә деген және деген мағынаны білдіреді. Енді мына жерде жаттығулар берілген. Әнә уә хуә уә хия дейді. Яғни бұны аудармасы мен және ол деген. Яғни мына жерде ертегінде, ал мына жерде әйел тегінде тұр. Дәл сол секілді мына уә деген сөзді мына жерлерге қоя береміз. Әнә уә әнтә уә хия. Мен және сен және ол. Әнтә Хасан уә хия Фарида. Сен Хасансың және ол Фарида. Әнә тобиб уә әнти тобиба. Мен дәрігермін және сен дәрігерсің. Мына жерде ертегінде тұр, ал мына жерде әйел тегінде тұр. Хуа муаллим уә хия толиба. Ол мұғалім және ол студент. Хия мумаррида уә әнтә тобиб. Ол медсестра және сен дәрігерсің. Хазихи Фатима уә хазихи Хадиджа. Бұл Фатима және бұл Хадиджа. Енді мына жерде хия муалима уә хуа толиб. Ол мұғалім және ол студент. Әнә Мурат уә хуа Хамза уә хия Руқая. Мен Мұратпын және ол Хамза және ол Руқая. Әнти уә хуа уә әнә. Сен және ол және мен. Хәзә қолам уә хәзә китаб. Бұл қалам және бұл кітап. Хәзихи Зайнаб уә хәзихи Сәлма. Бұл Зайнаб және бұл Сәлма. Хәзихи сәға уә хәзихи михфаза. Бұл сағат және бұл әмиян. Енді әрі қарай сандар. Әрі қарай 21 деген уахидун уә ишрун. 22 иснан уә ишрун. 23 сәләсәтун уә ишрун. 24 әрбәатун уә ишрун. 25 хамсатун уә ишрун. Енді мына жердегі тапсырма, мына сандар тұр. Осы сандарды ретімен мына жерге орналастыру керек. Мысалға мына 20, 22, 25, 18, 19, 24, 17, 16, 23, 21 соны реттілік бойынша қойып шығу керек. Сосын мына жақта сандардың жазылуындағы қандай әріптер түсіп қалды, соны жазу керек. Сәләсәтун уә ишрун, уахидун уә ишрун, уау әрпі мына жерде. Иснан уә ишрун, мына жерде айн әрпі. Әрбәатун уә ишрун, мына жерде тамарбута. Хамсатун уә ишрун, мына жерде хо әрпі қалып қойған.